Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Қазақ хандығының соңғы ханы болып табылатын Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы Абылай ханның немересі Кенесары хан жайлы әңгіме жүргізетін боламыз. Өздеріңіз жаңалықтардан естігендей, Кенесары ханның бас сүйегі Қазақстанға оралатыны жайлы хабарланған болатын. Бұл туралы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры профессор Зиябек Қабылдинов өзінің Фейсбуктағы парақшасында жазған болатын. Айта кетейік, 2022 жылы, яғни келесі жылы қазақтың аңызға айналған билеушілерінің бірі Кенесары Қасымұлының туғанына 220 жыл толады. Тарихи деректерде Кенесарының 1847 жылы Қырғыз жеріндегі Кекілік Сеңгір аңғарында ұсталып, Жамбы ауылында өлтірілгені, денесі сонда қалдырылып, бас сүйегінің Омбыдағы Батыс Сібір аймағының генерал-губернаторы князь Петр Горчаковқа апарып берілгені айтылады. Кенесары ханның бас сүйегін елге қайтару бұл мемлекетіміздің дербестігінің күшейе түскенін білдіреді. Кенесары хан Қазақ хандығының соңғы ханы болып табылатын, ал хан мемлекеттің елбасы болып табылатын. Ханның басын алу мемлекеттің, яғни халықтың басын алғанмен тең дәрежеде сипатталады. Қалай болғанда да, соңғы ханымыздың қастерлі денесі жер қойнауына тапсырылып, өз еліміздің төрінде жатуы керек, және мемлекет басқарған өзге де хандармен бірге бір қатарда болуы шарт. Құрметті ағайындар, бұл мәселеге қатысты халқымыздың ішінде әртүрлі пікірлер бар. Біреулер соңғы ханымыздың бас сүйегін елге қайтару басты мәселелердің біреуі деп қараса, ал біреулер әлдеқашан қайтыс болып кеткен бір адамның бас сүйегін елге қайтарумен айналысқанша, одан да олигархтар ұрлаған басқа мемлекеттердің қойнауында жатқан миллиардтаған ақшаларды елге қайтарумен айналысқан дұрыс болады деген сияқты ойларды айтады. Ал енді осы орайда сіз не деп ойлайсыз? Өзіңіздің пікіріңізді комментарияда жазып қалдырыңыздар ағайын.